Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге Тор атты фильмге қысқаша шолу жасаймыз. Біздің заманымыздан бұрын 976 жылы біздің жер ғаламшарына өзге ғаламшардан келген мұз алыптары шабуыл жасайды. Адамдарға сол кезде көмекке Асгард әскері келіп, мұз алыптарын жеңіп, олардың құнды жәдігері Тессарактыны алып өз отандарына қайтады. Один өзінің екі ұлы Тор мен Локиге Тессарактының маңызын түсіндіріп, балдарына болашақта орын алу мүмкін соғыстарға дайын болу керек дейді. Арада біраз жылдар өткеннен кейін Одиннің үлкен ұлы Тор таққа отыруға дайындалады. Бірақ та рәсімді мұз алыптарының Тессарактыны жасырын ұрлау ісі тоқтатады. Тессарактыны алып кете бергенде Одиннің күші арқылы басқарылатын жоюшы атты робот құсаған алып күш иесі мұз алыптарын жояды. Один Асгардқа келетін құпия жолдарды тауып жабуымыз керек десе, Тор мұз алыптарына шабуыл жасап, кіммен байланысқанын түсіндірейік дейді. Один Тордың ойына қарсы болып, сен әлі тақтың иесі емессің дейді. Тор ашуланады. Локи болса Торды азғырып, жолдастарымен бірге Йотунхеймге мұз алыптарына баруға көндіреді. Олар басты телепортшыға барып, Йотунхеймге аттанады. Әкесінің қарсылығына қарамастан Йотунхеймде Тор мұз алыптарының басшысы Лаффеймен кездеседі. Тор неліктен Тессарактыны ұрлауға тырыстың және қалай Асгардтан пайда болдың, сенің алыптарың деген сұрақ қояды. Лаффей Одиннің жанындағы сатқынның арқасында дейді. Лаффей оларға кетуіне рұқсат береді. Тор мен оның жасағы қайта бергенде артында мұз алыбы Торды мазақтайды. Ашумен Тор оны балғасымен ұрып, екі жақта соғыса кетеді. Локиді мұз алыбы ұстап қолын қатырайын десе, Локидің қолы мұз болып қатудың орнына көкшіл болып өзгереді. Бір жолдасы жарақат алып, Тор оларға қайтуына тапсырып, өзі соғыса береді. Бірақ олардың мұз алыптары қоршап алып, көздерін жоя бергенге Йотунхеймге Один келеді. Один мен Лаффей сөйлеседі. Сөз арасында Лаффей енді соғысты күтіп ал десе, Один Асгардтықтарды алып қайтады. Один мен Тор сөзге келеді. Тор Одинға әлсіз билеуші десе, Один баласына жас, қызба болу кесірінен бейбіт өмір сүріп жатқандарға қауіп төндірдің. Сен Асгард тағына лайық емессің деп Торды күшінен айырып жерге жібереді. Ал Тордың балғасын көтеруге кім лайық болса, ол Тор сияқты болады деп, оны да Тордың артынан жібереді. Бұл уақытта біздің жерімізде ғалымдар тобы шөл далаға келіп, атмосферада құбылысты байқауға келеді. Кенеттен үлкен дауыл орын алады және де байқаусызда белгісіз жерден пайда болған жігітті қағады. Жерде есін жинаған Тор өзінің балғасын шақырып, Хеймдал деп айқайлайды. Ғалымдар оны жынды деп ойлап, шокермен ұрып талдырып ауруханаға апарады. Бұл уақытта пикап машинамен жүрген ер адам балғаны көзі шалады. Оны көтеруге тырысқанмен қолынан келмейді. Кейінірек сол жақтың тұрғындарының арасында жарыс өткізіп, балғаны орнынан қозғалта алмады. Кейінірек Нью-Мехикоға келген Шиттің агенті Фью Колсонды көреміз. Колсон Шиттің басшысына жерге келген артефактыны айтуда. Ғалымдар өзінің кеңсесінде де табиғи құбылысты зерттеуде. Джейн өз тәлімгері Эрикке түсірілген фотоларды талқылауда. Ал Дарси дәлелдермен дауыл арасына шыққан ер адамды жайдан жай емес екенін айтады. Ғалымдар қайта ауруханаға аттанады. Тор есін жия салысымен амалын тауып ауруханадан қаша жөнеліп, қайта сол ғалымдардың көлігіне соғылады. Ал олар оны өздерімен бірге әкетеді. Бұл уақытта Асгардта Тордың достары Тордың Асгардтан қуылуын талқылап, осы іске негізінен Локи кінәлі шығар деседі. Локи болса Одиннің мұражайына кіріп, Тессарактыны ала бергенде терісі көгереді. Артынша Один оны Йотунхеймнен тапқанын және тақ иесі Лаффейдің баласы Локи екенін және әдейі Локиді әкеткені, бәлкім осы бала екі ел арасында көпір болу мүмкін шығар. Бәлкім осы бала екі ел арасындағы бейбітшілікке қол жеткізуге мүмкіндік болатын шығар дейді. Локи болса ашуланып Одинге ауыр сөздер айтады. Осыдан кейін Одиннің денсаулығы нашарлап құлайды. Локи қарауылды шақырады. Арада аз уақыт өтісімен Локи таққа ие болады және Тордың достарына Одиннің ұзақ уақыт ем алуына байланысты тақты алғанын хабарлайды. Тор, Джейн, Дарси, Эрик кафеде отқан жерінен ФВР қызметінің ерекше айналысып жатқан балға туралы сыбыстарын естиді. Тор өзінің балғасы жайлы әңгіме кетіп жатқанын естіп,
сол жердің мекен жайын толық сұрап алады. SHIELD басшылығы агент Коулсоннан, Джейннан барлық ғылыми жобалары, ғылыми өнертабыстары бәрін тартып алады. Джейн бұлардың неліктен бұлай жасады деп сұраса, Эрик өзінің ескі танысы Брюс Беннер, яғни халықтың жоғалуы жайлы айтады, және де Джейннан бұл жігіттерден аулақ болуын сұрайды. Ғалымдар бір нәрсе біліп қалармын деген мақсатта жергілікті кітапханаға аттанып, сол жерде Эрик, Тор, Один және кемпірқосақ көпірі жайлы оқиды. Джейн Тормен бірге балға құлаған жаққа аттанады. Тор өз затын алуға ұмтылады, бірақ та оны қарауыл байқайды. Дереу дабыл қағылып, Коулсон агент Бартенді снайпер садақшыны шақырады. Ол болса биіктен позициясын ыңғайлап атуға дайындалып тұрады. Тор балғасын тапса да оны көтере алмайды, тіпті орнынан да қозғалта алмайды. Қарауылдар болса оны ұстап алады. Коулсон Тормен сұхбаттасып кім екенін білгісі келеді, бірақ ол үнсіз отыра береді. Коулсон шығып кеткен соң артынша Локи байқаусызда кіріп келіп, Один қайтыс болды, мен тақ иесімін, және де анам сені Асгардқа қайта оралуына тыйым салды дейді. Одан соң Локи адамдардың көзіне түспей балғаны көтеруге талпыныс жасап көреді, бірақ та сәтсіз. Локи жасырын түрде Йотунхеймге барып Лаффеймен кездеседі. Өзінің тақ иесі екенін айта келе, әдейіге мұз алыптарына Тессерактыны ұрлауына мен көмектестім. Негізгі мақсатым Тордың тақ иесі атанбауы үшін дей келе Лаффейге ұсынысын айтады. Ұсынысы мынадай еді. Локи мұз алыптарын Асгардқа кіргізіп, Одинді өлтіреді, және де Тессерактыны өздерімен бірге әкетеді. Ал Лаффей болса келіседі. Асгардқа келе салып, басты телепортшы Хеймдалмен сөзге келеді. Хеймдал негізінде әлемнің кез келген нүктесінде кез келген нәрсені көре алатын. Бірақ та Локидің Йотунхеймде не жасаған көре алмадым десе, Локи орныңды біл деп кетіп қалады. Доктор Эрик Торды босатуға әрекет жасайды, тіпті өтірік төл құжат жасап көрсетеді. SHIELD төл құжаттың жалған екенін білсе де, Коулсон Торды босата салады. Тор болса Джейннің блокнотын ұрлайды. Эрикпен барда отырып, жақын арада басқа жаққа кетіп, сіздерге кедергі болмаймын деп Джейнге блокнотын қайтарады, және де 9 әлемді бір-бірімен ұстап тұрған әлемдік ағаш жайлы айтады. Өз кезегінде Тордың достары жерге аттанып, Торды іздемекші. Хеймдал болса оларға көмектеседі. Бұны өз көзімен көрген Локи жерге жоюшыны жіберіп, Тордың көзін құртуды тапсырады. SHIELD жасағының технологиялары жаңа дауыл келе жатқанын байқайды, және оқиға орнына аттанады. Ал жерге Асгардтың әскері келіп түседі, және халықтың назарын өзіне аударады. Енді киіміне қарап әрине. Торды достары табады, және әңгіме арасында Локидің өтірігін ашады. SHIELD агенттері оқиға орнына жетіп белгісіз символдарды көреді. Сосын қайта жаңа дауыл туындайды, және оның ішінен жоюшы шығады. SHIELD жасағы бұны Тони Старктың жаңа жобасы дей бергенде, жоюшы бәріне от шашып, жаңа қауіп қатердің келе жатқанын білген соң ғалымдар жергілікті халықты қауіпсіз орнынға апарайық дейді. Ал өздері жоюшыға қарсы шықты. Өз күшінен айырылғанына қарамастан Тор жоюшымен келісіп өзін өлтіруді, ал бейбіт халықты жайына қалдыруын сұрайды. Жоюшы оған Тайсонның соққыларын есіне салып жібереді. Ғашық болған Джейн оған қарап жылап тұрғанда, ал Одиннің көзінен жас тамшылап, Торға өзінің Асгардтағы күші қайта беріледі. Тор жоюшымен айқасып оны жеңеді. Агент жасақтары келгенде Тор жер ғаламшарын қорғаумен айналысып жатқанын айтады. Коулсон өз кезегінде ғалымдардан тартып алынған заттардың бәрін қайтаратындығын айтады. Тор Джейнға Асгардты көрсетейін деп достарымен телепорт жасалынған жерге аттанады. Локи Асгардқа мұз алыптарын кіргізеді. Тордың даусын естіген Хеймдал Торды Асгардқа келуіне көмектеседі. Тор Джейнге қайта келуге уәде беріп, Асгардқа аттанады. Тор Локиді табуға аттанады. Лаффей болса Одинді өлтіре бергенде, іске Локи араласып Лаффейді өлтіреді.
Локи анасының көзіне қаһарман болып түскенде, Тор Локидің өтірігін әшкерелейді. Локи болса телепортының күшімен мұз алыптарына қарсы жұмсап Йотунхеймді жоқ қылуды көздейді. Өз әрекетіне кірісе бергенде Тор ашумен Локимен айқасады. Тор болса кемпір қосақты көпірді жойып, ендігәрі Джейнмен қайта кездесе алмайтындай болады. Один болса есін жиып балдарына қара құрдымға кетуіне жол бермей, екеуін де мықтап ұстайды. Один ұйықтап жатса да бәрін білген екен. Сол себептен Локи Одиннен бас тартып қара құрдымға құлай жөнеледі. Джейн Торды күтумен болады, бірақ ол сол бойы келмейді. Локидің өтірігіне қарамастан Тор Локиге көңіл айтып Джейнді сағынады. Один Торға өте ақылды патша атанасың десе де, Тор менің әлі үйренетінім көп деп жауап береді. Тор Хеймдал кездесіп бұзылған кемпір қосақты көпірдің жағдайын сұрай бергенде кино аяқталады. Осымен достар, кино аяқталды. Бізге тіркеле кетіп қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Қош сау болыңыздар.